Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Тоғызыншы сынып геометрия есептерін шығарамыз. Шыныбеков, авторы. Векторлар тақырыбына арналған есептер. Ең алғашқы тақырып бірде бірінші есепті шығарайық. О нүктесі арқылы АБЦД параллелограммы диагональдарының қиылысы. О нүктесі АБЦД параллелограмм қиылысу нүктесі. Бастары мен ұштары параллелограмм төбелері мен О нүктесіне орналасқан векторлардың қайсылары БД түзуіне жатады? АД түзуіне параллель, АБ векторына коллинияр, СБ векторына тең, ОС векторына тең болады. Жақсы. Ең алдымен міндетті түрде векторларға қатысты жалпы геометрияда есептер шығарар кезде ең алдымен біз сурет салуымыз керек, суретін бейнелеп алуымыз керек. Жақсы, АБЦД параллелограммын салайық. АБЦД параллелограмм салайық. Бұл жерде О нүктесі деген оның диагоналдарының қиылысу нүктесі дейді. Мінекей О нүктесі. Енді бастары мен ұштары параллелограмм төбелері мен О нүктесінде орналасқан векторлардың біріншісі БД түзуіне жатады. БД түзуіне жататын векторларды қарастырайық. Біріншіден ол БО векторы десек болады. Дұрыс па? Ары қарай ОД векторы болуы мүмкін. Немесе осыларға жаңағы БД векторы өзі болуы мүмкін толығымен. Және бұған қарсы векторлар болуы мүмкін, яғни О нүктесінде керісінше басы болып, мұнда ұшы болатын ОБ векторы, ДО векторы немесе ДБ векторы болуы мүмкін. ОБ векторы, ДО векторы және ДБ векторлары. Келесі, АД түзуіне параллель болатын векторлар. АД түзуіне параллель векторлар, яғни ол БЦ-ны оған қарама-қарсы қабырға БЦ-ның бойындағы векторлар. Ол болуы мүмкін БЦ векторы немесе керісінше СБ векторы. Үшінші, АБ векторына коллинияр. АБ векторына коллинияр. Мына жерде өшіргішті алып өшірейін, әйтпесе түсініксіз болып кетті. Мына жерде екі диагоналінің қиылысы дедік, О нүктесі. АБ векторына коллинияр. АБ векторы деген ол мына вектор. Бұған коллинияр дегеніміз осы АБ түзуіне параллель түзудің бойында орналасқан векторларды айтамыз, Ол болуы мүмкін ДЦ векторы немесе СД векторы. СД векторы және ДЦ векторы деп жазсақ болады. Төртінші, СБ векторына тең. СБ векторына тең. Тең векторлар дегеніміз олардың бағыттары бірдей болу керек. Және ұзындығы, яғни СБ векторына тек қана ДА векторы тең болады екен, АД деп айта алмаймыз, себебі олардың ұзындықтары бірдей болғанмен бағыты қарама-қарсы болып кетеді. Бесінші, ОС векторына тең. ОС векторына тең. Ол қандай вектор? Әрине АО векторы. Себебі бізде айтқанбыз, параллелограмм болатын болса, ол қиылысу нүктесінде диагональдары өзара қақ бөлінеді. Яғни АС векторы О нүктесінде екіге бөлінеді. Яғни АО мен ОС-ның тең екендігін біз білеміз. Және оның бағыты бірдей болу үшін ОС деп алғандықтан бізге АО векторы керек екен. Сонымен бірде бірінші есептің сұрақтарына жауап бердік. Келесі, АБЦ нүктелерінің Б нүктесі қалған екеуінің арасында жатады. Жақсы. А, Б және С. Бізге айтып тұр, Б нүктесі қалған екеуінің арасында жатады. Так, ол белгілі болатын болса, АБ, АС, БА және БЦ векторларының ішінен бағыттастарын және қарама-қарсы бағыттастарын анықтаңыздар. Міне, АБ векторы, мынауымыз АС векторы, БА векторы дегеніміз былай қарай, БА векторы, БЦ векторы дегеніміз бұдан бастап былай қарай.
Сонда бағыттас векторлар керек болатын болса, бірінші сұраққа жауап берейік. Бағыттас векторлар ол АБ векторы, БС векторы және АС векторы. Сонда қарама-қарсы бағыттас деген осы үш вектордың барлығына да қарсы вектор, бағыты қарсы болып тұрған БА векторы болады екен. Жақсы, келесі есеп шығарайық. 1/3. АБЦД тік төртбұрышын қабырғалары арқылы анықталған векторлардың ішінен коллинияр, перпендикуляр, тең векторларды атап көрсетіңіздер. Жақсы, бізге тік төртбұрыш керек екен. АБЦД осының қабырғалары арқылы жасалатын векторлардың ішінен бізге бірінші коллинияр векторлар табу керек. Коллинияр дегеніміз параллель болатын векторлар, бағыттары бірдей немесе әртүрлі болуы мүмкін. Енді соны кәдімгідей жазайық. Егер де біз АБ векторы деп алатын болсақ, Адан Б-ға қарай, онда осымен бағыттас болатыны ДЦ, тең және бағыттас болатыны, оны коллинияр дейміз, ДЦ. Немесе АБ векторына коллинияр болатын тағы да, бірақ бағыттары қарсы болғандықтан, мына көрдіңіздер ме, стрелканы қалай қойып отыр. Бағыттас болғанда екеуін бір жаққа қаратамыз. Екеуін қарама-қарсы бағыттас, бірақ векторлардың ұзындықтары тең болса, және тең болу шарт емес, жаңағы параллель түзулерде орналасса, онда осылай жазамыз. Дәл сол сияқты БЦ векторы мен АД векторы коллинияр және бағыттас, БЦ векторы менен ДА векторы коллинияр және қарама-қарсы бағыттас. Келесі екінші шартта бізге не деп айтады? Перпендикуляр векторлар. Мысалы, АБ векторы, перпендикуляр деген білеміз, екі вектордың арасындағы бұрыш 90 градус болу керек. Бұл жерде АБ векторы перпендикуляр болады екен АД векторына. Немесе АБ векторы ДА векторына да перпендикуляр болады екен. Сол сияқты ары қарай жалғастырып өте береміз. Мысалы, СД векторына АД вектор перпендикуляр деген сияқты. Жақсы, үшінші өзара тең векторлар. Біз бағанағы коллинияр векторлар жазып алған коллинияр векторлардың ішінен бағыттас векторлар тапсақ, өзара теңдерін табады екенбіз. АБ векторы менен ДЦ векторы, немесе БА векторы менен СД векторы. Так, мына жерде жалғастырайық. Ары қарай БЦ векторы тең болады АД векторына, немесе СБ векторы тең болады ДА векторына. Келесі 1/4. Егер де осы шарттар орындалса, А, Б және С нүктелері жөнінде не айтуға болады? Бірінші, А, Б векторы нөлдік вектор дейді. Нөлдік вектор деген сөз А нүктесі мен Б нүктесі бір нүкте, жаңағы бірінің үстінде бірі, яғни нөл арасын ешқандай да ұзындық жоқ. Келесі, егер АБ вектор мен БА векторы бірдей болатын болса, АБ векторы мен БА векторы бірдей болатын болса, егер де мынаны біз АБ векторы дейтін болсақ, онда БА векторы оған еш тең бола алмайды. Себебі векторлар тең болу үшін олардың ұзындықтары және бағыттары бірдей болу керек. АБ вектор мен БА векторы тең болады. Қайтадан да А мен Б нүктелер бір нүктеде болса, яғни нөлдік вектор болған жағдайда ғана. Үшіншісі, АС векторы тең БС векторына дейді. АС векторы БС векторына тең. Онда мына түрдегідей болмайды.
себебі бұл векторлардың ұзындықтары бірдей болғанмен бағыттары әртүрлі. Сондықтан қандай болу керек? Мысалы біз мынаны АЦ векторы деп алатын болсақ, БЦ вектор қандай болу керек? Осыған параллель болу керек. Иә, БЦ немесе бағыттас болу керек. Демек, А мен Б тағы да сәйкес болады екен. Басқа жазықтықта. Егер біз кеңістікте қарастырсақ, ол басқа жағдай. Жазықтықта тек қана екеуі бір нүктеде болса ғана шарт орындалады екен. Келесі, СА векторы мен СБ векторы бірдей. Мысалы, мынау СА векторы болса, және СБ векторы болса, қайтадан А мен Б нүктелері бір нүктеге сәйкес келіп отыр екен.